Жұрттың баласына қараш. Ана Ернат 2 жыл бұрын анасын Түркияға апарды. Былтыр туған күніне алтын білезік сыйлады. Биыл дүркіретіп той жасамақшы. Ал сен болсаң Мақсат. Ал мен 3 жыл бойы отбасы банкте ақша жинадым. Оған қоса мемлекеттік сыйлыққа қалдым. Тұрғын үй займының арқасында Қазақстан бойынша 3,5% басталатын ең төменгі мөлшерлемесі бар ипотека ала аласыз. Ол үшін отбасы банкте депозит ашып, 3 жылдан кем емес мерзімде пәтер құнының жартысын жинақтау керек. Неғұрлым ұзақ жинасаңыз, соғұрлым сіздің бағалы көрсеткішіңіз көбірек, ал пайыздық мөлшерлемеңіз азырақ болады. Ернат, қайдағы той? Мақсат анасына пәтер сатып алыпты.